Сәлем достар, Настоковор арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде бизнесмен Анна деген сериал болады. Ағылма тіркеліп лайктарыңызды жасап, подписканы жасап қалған. Біз сериалымызды бастаймыз. Так. Маған ше телефон ба или iPhone 16 ма алу керек еді. Құр телефон күре анамның телефоны жапсып алдым ғой тегі. Туй бір. Может быть, мен мамаға айтып көремін. Может быть, алып берер. Жарайды, сосын бір нәрсе айтам тағы да. Анашым, ау қызым, айта бер, не болып қалды? Не ғой? Маған iPhone 16 Pro Max алып беріңізші, өтініш. Менің телефон жоқ қой, сіздің телефоныңызға үнемі жармасып жүремін. Телефон? Иә, менде онша телефон жоқ қой. Мен ұмытып кетіппін ғой, сенде телефон бар деп жүрмін ғой. Біз сенеге қайта менің телефоным жармаса береді деп қоям. Жарайды, болды, алып берем. Жарай ма? Шын ба? Рахмет, тоқасы жоқ қызым. Анашым, тағы да бір нәрсе айтайын деп едім. Айта бер. Қызмет шалайықшы осы үйге. Осы 2 қабатты үйді жинап шаршап кеттім ше. Қашан аламыз, қызметші алмасаңыз мен сізге өкпелеп ренжіп қалам. Ой, бәсе? Иә, мен де алайын деп жүргенмін. Жақсылдық айтқаным. Және хабарласам деп отыр едім. Ұмытып кетіппін ғой. Рахмет. Менің анашым деген алтын ғой тура. Я, жарайды, мен ана телефоныңды заказ бере саламын. Ана Каспиден, жүрей ма? Жақсы. Жарайды, бара бер, мен қызметші жалдайын. Жақсы, сау болыңыз. Кедергі болмайын. Так, мен не істесем болады? Давайте, гитара ойнайыншы кішкене. Бір өлең бе? Жоқ. Жай ғана тартып отырамын. Так, және дауысын қосайын. Жоқ, осы жерде тартқым келіп отырған жоқ. Мүмкін залда тартамын. Кеттім онда. Ал енді... Вау, қандай күшті. Тарталады екенмін ғой мен. Мен тарталмаймын деп жүрсем. Ой, ненің дауысы? Барып көрінші. Қандай дауыс шығып жатыр. Мәсаған, менің қызымның бұндай өнері бар екенін білмеппін ғой. Қандай керемет ойнайды. Өзім шок болып отырмын. Мүмкін мына қызымды мен гитара үйірмесіне берермін. Жарайды, барып. Ол кісімен де сөйлесейін. Ой, анашым, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Жай бір дауыс шыққаннан кейін келгенмін ғой жай. Қызметші жалдадыңыз ба? Иә, жалдадым. Қазір келеді 2 сағаттан кейін. Жақсы болды. Не болды? Бір нәрсе көргенде қызарып кеттіңіз ғой. Жоқ, жарайды қызым. Сен отыра бер. Мен біраз тынығып алайын, жүрей ма? Қазір мен біраз посылкалар заказ берген едім. Ол посылкаларым келді. Мені білесің ғой? Бизнесмен екенімді. Жарайды. Жақсы. Жақсы, онымен кеттім.
Мә, қызым біліп қоя жазады ғой, көріп қойғанымды. Ой, бір. Жарайды. Мен мынамды киіп алайын. Пижамамды кішкене тынығы болмасам шаршап кететін болдық қой. Так, телефонымды мына жерге қоя салайын. Так. Болды. Осы айтпақшы, мына кілемді сатып жіберейінші. Түк пайдасы жоқ. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Так. Мен саған қандай әдемі мен осында үйге қызметші болып келем деп мүлде ойламаппын. Жарайды. Мынаны басайын. Тұр, қызметші келді-ау деймін. Жарайды, ашайын. Сәлеметсіз бе? Қош көрдіңіз біздің үйімізге. Рахмет. Жақсы жүріңіз, мен сізге барлығын таныстырып өтейін. Одан кейін барлығын сізге түсіндірем. Жақсы. Мына жерді көріп тұрғаныңыздай, яғни бұл бізде гардероб. Мұнда жерде өзіңіз отыруыңызға болады, яғни кішкене демалуға. Жақсы. Так, әрі қарата жүрейік. Так, даланы көрсетейін сізге, айтпақшы. Міне дала, көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде сіз осы ауланы сыпырасыз, егер мусор болып жатса, әрине. Ал құралдарыңыз осы жерде тұрады. Жақсы. Егер шаршап жатсаңыз, әрине осы жерге демаласыз. Рахмет. Жүре беріңіз, екінші атқа барайық. Так, жүре беріңіз. Так, мына бөлме кіруге болмайды, өйткені менің анамның бөлмесі. Жақсы. Анам өзі рұқсат берген кезде ғана кіре беріңіз. Жақсы. Жүріңіз. Мына бөлме білесіз, кухня, яғни мына жерде біз тамақ ішеміз, және де осы жерде сіз таңғы ас, түскі ас, кешкі ас дегендерді әндесіз ғой. Жақсы. Сізге алдын ала ескертіп қояйын. Зал мен кухня, яғни қонақ бөлме, бір бөлмеде орналасқан. Шатастырып алмаңыз. Жарайды. Ал бұл менің бөлмем. Өте әдемі. Негізі кіре берсеңіз болады, бірақ егер заттарымды ұрлап жатсаңыз, сізден көреміз. Сізге алдын ала айтып қояйын. Айлығыңыз өзіңіз білетіндей 200 мың. Жақсы. Мұныққа кірісе берейін бе? Қазірден бастап. Кірісе берсеңіз болады.